Қайырлы кеш достар. Бүгін сіздерге бургер жасап ұсынып отырмын. Егер де сіздерге менің рецепттерім ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бірінші бургердің нанын дайындап аламыз. Менде дайын ашыған тесто. Мен қалай ашытылу керек екенін каналда көрсетіп кеткен болатын. Стрелкамен көрсетіп кетемін қазір. Сол дайын ашыған қамырдан өстіп бургердің нанына лайықтап зуалап алам. Оны 10 минутқа қойсаң өстіп көтерілетін болады. Көтерілгеннен кейін бетіне жұмыртқасын жағып, жұмыртқаның сарысын әдемі қызыл жылтыр болу үшін жағам. Күнжітін сеуіп, пешке 180 градуста 20 минутқа пісіріп аламыз. Міне пісті. Бургеріміздің наны дайын. Енді қалғандарын жасай береміз. Енді бургеріміздің котлетін дайындаймыз. Мен сүрекпеден өткен парышқа пиязымызды өткізіп салып, дәміне қарай тұз бұрыш қосып, араластырып, оны домалақтаймыз, ұнға орап, сөйтіп осындай форма қылып алып, майға қуырып аламыз. Отты қатты қоймау керек, средний отта қою керек. Екі бетінде айналдырып қуырып, болғаннан кейін пешке 20 минутқа сабалатымыз пальға орап, сонымен котлетіміз дайын болады. Бургердің нанның ортасынан тіліп, пешке салып шамалы қыздырып алам. Егер де дер кезінде бургер желінетін болса, онда қыздырмай жасай берсеңіздер болады. Ал егер шамалы кейін желінетін болса, арасын қыздырып алған жақсы. Өйткені арасына салған нәрселер нанды жұмсартып жіберуі мүмкін. Майонезбен азғантай кетчуп қосып, соус дайындап алам, араластырып. Сөйтіп бургерімізді жинайтын боламыз. Нанды қыздырып алдық міне. Енді салып бургер дайындаймыз. Нанның бір бетіне осылай соус жағамыз. Қоямыз, істейміз. Котлетімізді қоямыз. Помидорымызды қоямыз. Шамалы жағып жіберіп, қайтып листияны қойып, бетін осылай нанмен екінші жағымен жабамыз. Бургеріміз дайын болады. Өстіп бәрін қайталап осылай жасап аламыз. Достар, егер де менің жасап жатқан тағамдардың рецепттері ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазыңыздар. Ортасын қазір бургердің кесіп көрсетемін. Міне ортасынандай болады. Өте дәмді болады, жасап көріңіздер.